Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді, жұмсақ болып шығатын, өте жақсы көтерілетін, дәрумендерге толы, ең бастысы калориясы аз нан дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығатын соншалық, бұл нан бірден желініп кетеді. Шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды және де бал қосамыз. 2 шай қасық тұз және де аштығымызды қосып, барлығы біркелкі болғанша, балымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың мөлшерін төменге описаниеге қалдырып кетемін. Қолданатын сүтіңізде суыңызда жылы болу керек, әйтпесе аштығыңыз пісіп кетеді. Барлығын толықтай араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Асқабақтың пюресін қосамыз. Мен асылған дайын асқабақтың пюресін пайдаландым. Барлығы толықтай жібігенше, барлығы біркелкі болғанша, барлығын араластырып алдым. Ұнды бірден салмаймыз, ұнды бірте-бірте 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Осылай араластырып аламыз. Және де қалған бөлігін саламыз. Қолымыздың көмегімен ұнымыз толықтай біріккенше қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Осындай ылғалды қамыр шығады. Видеодағыдай кішкене су құйып, осылай бетін кішкене басырып қоямыз. Осы қамырымызды бетін жауып 2 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. 1 сағаттан кейін жылы суды ыдысымызға құйып алып, қайтарып илейміз. 2 рет қайтарып илесеңіздер жеткілікті. Қайтарып илегеннен кейін көлемі осылай басылып қалады. Тағы да бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз осылай көтеріледі. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Осылай әсел пештің формаларын барлық бөлігін майлап, нанымызды 2 бөлікке бөліп, шұқалап осылай жайып аламыз. Пешімізге бірден салмаймыз, 20 минут көтерілуге қалдырамыз. 200 градуста 40 минутта пісіп шығады. Өте дәмді, жұмсақ, булочка сияқты болып пісіп шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге үй-іштеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Асқабақтың дәмі наннан тіпті сезілмейді, тек сарғыш түс беріп тұрады. Асқабақты ұнатпайтын адамның өзі сүйсініп жейтініне сенімдімін. Ас болсын.